Саламатсыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Бүгін ашық сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы рационал сандарды бөлу. Бүгінгі сабақты мен Конфуцийдің сөзімен бастағым келіп тұр. Маған айтып берсең ұмытып қаламын, көрсетсең есінде сақтаймын, өзіме жасатсам үйренемін деген Конфуцийдің сөзімен бастағым келіп тұр балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы рационал сандарды бөлу. Бүгінгі көңіл-күйлеріңіз қалай балалар? Жақсы ма? Сабақты бастамас бұрын сіз білетіндер акула әдісіне барлығымыз орнымыздан тұрайықшы. Білетін едік, акула судың бетіне шығатын болса, шапалақ ұрамыз. Акула судың бетіне шықпаса, онда шапалақ ұрмаймыз. Яғни қателеспеуіміз қажет. Бастаймыз ғой? Ал, кеттік. Жақсы. Отырыңыз. Керемет, жарайсыздар, отырыңыздар. Бірінші сабақты бастамас бұрын біз топқа бөліп алайық балалар. Топқа бірінші топ Жанайым, Медина, Әсел, Ерсайын, Серік, Рамазан, Данагүл, Еділ, Диана. Екінші топ Нұрдәулет, Нұрмұхаммед, Диана, Күрбеке, Ерзат, Нұрасыл, Дидар, Айдана, Ақсұлу. Үшінші топ Нұрислам, Қарақат, Аслан, Ибрат, Кәусар, Медина, Ренжу, Дария, Өмір. Мен бірінші топтың атын натурал сандар деп қоямын. Екеңіздер. Екінші топтың атын бүтін сандар. Ал үшінші топтың атын рационал сандар деп қоямыз. Жалпы балалар, есіңізге сабақты бастамас бұрын біз натурал сан деген қандай сан есіңізге түсірейікші. Кім айтады? Орнымыздан тұрып айтады. Кім айтады? Натурал сан дегеніміз қандай сандар? Орында тұрып айтыңызшы, ал айтыңыз. Нақты адам санауға келетін сандар. Жақсы, яғни әсіре санауға саналатын сандар, иә? Жақсы. Екінші бүтін сандар. Бүтін сан дегеніміз қандай сандар балалар? Орнымыздан тұрып айтайықшы, кім айтады? Ал, Ақсұлу. Сонда және? Кім еді? Кім? Ал? Натурал сандар және оларға қарама-қарсы сандар және бөл сандар жатады. Керемет, жарайсыз. Ал үшінші топ рационал сан дегеніміз қандай сандар? Айтатын едік. Рационал сан деген қандай сандар? Ал айтасыз ба? Ал? Минус сандар және плюс сандар. Минус сандар, плюс сандар деп сандар жоқ па? Натурал сандар барлығы рационал санға жатады екен. Жақсы, Ибрат, жарайсыз. Бірінші топ басшы етіп кімді сайлаймыз? Жанайым ба? Ерсайын ба? Жақсы. Бағалау парағын беремін. Тобыңыздың атын жазасыз. Тобыңыздағы балалар санын жазып шығыңыз. Екінші топ басшысы кімді сайлаймыз? Нұрмұхаммед? Так, міне, Ақсұлу. Жазып отырыңыз, тобыңызда балаларды жазыңыз. Ал үшінші топта кім? Қарақат ба? Жақсы. Қарақат, тобыңыздың атын жазыңыз. Тобыңыздағы балалардың атын жазып белгілеп қоя беріңіз. Бірінші балалар үй тапсырмасын тексерейік. Алдыңғы білімді бекітіп алайық. Ойланып тап әдісі арқылы бірінші дұрыс тұжырымды анықтаңыз. Бірінші сұрақ, бірінші топқа, натурал санға. Екі теріс санның көбейтіндісі қандай сан болады? Кім айтады? Так, айтыңыз, Әсел.
оң сан болады. Иә, оң сан болады. Жақсы. Екінші сұрақ. Бірінші топқа кез келген санның 0-ге көбейтіндісі қанша болады? Ал Жанай? 0-ге тең болады. Жарайсыз. Ал үшінші сұрақ. Екінші топқа кез келген рационал сан, бүтін сан бола алады ма? Ал айтыңыз. Бола алмайды. Бола алмайды. Так, жақсы. Үшінші. Кез келген төртінші. Таңбалары әртүрлі екі санның көбейтіндісі қандай сан болады? Ойламайық. Таңбалары әртүрлі, яғни оң сан және теріс санның көбейтіндісі не болады деп? Екінші топ. Ал айтыңыз, Нұрмұхамед. Оң санға теріс санды көбейтсек. Теріс сан. Жақсы. Бесінші сұрақ. Үшінші топқа. Екі оң санның көбейтіндісі қандай сан болады? Ал Ибрат. Оң сан болады. Жақсы. Рационал санды бірге көбейтсек. Ал Інчу. Оң сан болады. Сол сандың өзі болады. Жақсы. Жаңағы не қылған балаларға 0,5 балдан баға қойып отырыңдар, топ басшылары. Қойдық па? 0,5 балдан қойдық. Жақсы. Енді үй тапсырмасын тексерейік. Үй тапсырмасын мен саған әдісі бойынша бір-біріңіздің дәптерлеріңізді алмасасыздар. Алмасыңыздар. Дәптеріңізді алмасыңыз екеуіңіз. Так, алмасыңыздар дәптерлеріңізді. Алмасыз ба? Жақсы. Жауаптарын тексереміз. Әрбір дұрыс жауапқа 0,5 балл. Жалпы 4 есеп болады, ол 2 балдан есептелінеді. Ал бірінші есептің жауабы қанша болды? -3. Жақсы. Дұрыс деп белгісін қойып отырамыз. Екінші есептің жауабы -6. Жақсы, белгілеп қойып отырамыз. Ал үшінші есептің жауабы белгілейміз. Төртінші есептің жауабы 1,5 балл. Ал балдарымызды есептейік. Айттым, әр есеп 0,5 балл. Қанша балл сіздікі? 2 балл. Жазып қойыңыз. Сіздікі қанша балл әсел? 1 балл. Ал сіздікі 3 балл. 3 балл. 3 есеп қанша болады сонда? 1,5. Сіздікі 1,5. 1,5 сіздікі? Сіздікі Жанагүл 3. Үшеуі дұрыс 1,5. Ал сіздікі қанша дұрыс? Үшеуі дұрыс 1,5. Ал сіздікі? Үшеуі 1,5. Ал сіздікі Диана? 4 дұрыс. 2 балл белгілеп отырсыз ба? Сіздікі? Так, жоқ, дұрыс емес. 0 балл қойыңыз. Сізге Тұрдаулет 1,5 балл. Ақсұлу сіздікі? Сіздікі 2 балл. Ал сіздікі? Так, сіздікі 2 балл. Нұрмұхамед 2 балл. Айдана? 2 балл. Сіздікі? 1,5 балл. 2 балл Нұрислам. Ал үшінші топ. 4-еуі дұрыс, яғни 2 балл. Так, дұрыс емес сіздікі. 1,5 балл. 1,5 балл. Жазып отырсыз ғой, я? Ибрат 1,5 балл. Сіздікі Қарақат? 2 балл. Сіздікі? Так, сіздікі? 2 балл. Дарияныкі 2 балл. Ал балалар, көпшілігіңізде 1,5 болды. Яғни бір есептен қате кетіп отырмыз. Ол қай есептен қате кеттік? 4-ші есепті ма? 4-ші есепті сізге барлығы дұрыс болды ғой. Тақтаға жазыңызшы 4-ші есепті. Тақтаға жазыңызшы 4-ші есепті. Ал, шығарайық, да? Сонымен жазыңыз. 4-ші есеп. Қатемізді түзеп қоямыз балалар. 4,6 көбейту -9. Азайту. 3,6. Бөлімізде -1,5 көбейту. Қай жерінен қателестік? Көбейтсе қанша болады? Ал көбейтсе қанша болады? Қандай алды?
Minus 9 болады. Жоқ, плюс емес қой. Minus 9. Бөлсек тең 3, 2, 3-ке бөлсеңіз 1,5. 1,1 демізі 1,5. Есепті қатесін түзеп қояйық. Минус болмайды ғой. Минусқа минус не болады? Минус болады. Есепті қатесін тұрғап жазып қойыңыздар. Жақсы. Енді балалар, біз пазл әдісі бойынша топтар бір жерге жиналсаңыздар болады. Тұрып топқа жерге жиналыңыздар. Мына топ мұндағы жерге жиналсаңыздар болады. Барлықтарыңыз жақындар ортаға жиналсаңыздар болады. Алдарыңызға шуламаймыз. Алдарыңызға мұндағы тапсырманы беремін. Мұндағы тапсырманы алып, топтасып, топпен бірге жүріп жатаймыз. Алыңыз. Мына топ екеуіңіз алып, топпен жүріп жатаймыз. Жиналып, ал мына топ мұнда жерге жатаймыз. Енді мұндағы жердегі шарт бойынша балалар. Бірінші қараңыздар, бірінші қарап өтейікші. Минус 3-ке 9 қоссақ қанша болады деді? Қанша болады деді? Минус 3 қосу 9. Алты болады, иә? Алтын көрсетіп тұр ғой. Мұна екеуін қосатын болсақ міне. Жауап осылай кетеді. Яғни пазл бойынша. Ойлануға 2 минут уақыт берем, тақтаға қарамыз. Minus 6 болады екен. Minus 6. Бес қой? Жасай? Бес. Үшқа қой. Алтыға қойсаң, алты алып қойсаң, екі. Әр топпен жабыз. Бес болады. Плюс 5 Болдық па? Қалған топтар болдық па? Яғни 24 бар. Әріне шығып отырамыз тақтаға. Так, болдыңыздар ма? Ал біріміз. Ал белгілеңіз. Әрбір шыққан балаға 0,5 балдан қойып отырамыз. Кім шығады? Так, сіз ба? Ал келіңіз. Бір қайсысын? Апай, екіншісіне мен шығамын. 4 болады. Намен белгілесеңіз болады. Содан қойыңыз. Қайсысы екен белгілеңіз? Қанша қояр? Орындар алып. 15 қосу 0. Қанша болады? Минус 30.
Buradaki kayısı taktınız. Kayısı oturunuz kalan. Yakıncısı değil mi? Al, жақсы. Tak жақсы taktırınızlar. Kayısını taktınız. Тағы біреуіне. Бағасын қойып отырыңыз, белгілеп отырыңыз. Ал жақсы кел. Қайсысы? Так, жақсы. Үшеу. Кел ағой, тағы біреу кім? Кім шығады? Кел әсел. Ал қайсысын белгілейсіз? Так, жақсы. Тағы. Келе қой. Сияна. Бағасын қойып отыр. Шыққан адамдар. Қайсысын белгілейсіз? Екеуіңіз қолыңызда қарап тұр. Минус 6. Так, ол дұрыс емес. Так, отырыңыз. Тағы кім? Келе қой. Қайсысы? Қарағыңыз алыңыз. Ал. 6. Так, отыр. Дұрыс емес дейді. Тағы кім? Кел. Қайсы? Апай бен шығады. Қайшы мен шығады. Так, кел, атоп. Апай мен шығады. Қайсысы? Тыныш жыламаймыз. Ал қайсысы? Тыныш жыламаймыз. Қайсысы? 6. Дұрыс емес, отырыңыз. Тағы қайсысы? Кел, Айдана. Неге? Асықпаймыз. Қайсысы реттейсіз? Қарасыз. Орындары ауысқан кішкене балалар. Минус 6 болады. Қайсысы минус 6 болады? Ана минус 3 dedi. 11 minus 6 ма? 11 dedim Allah'ım. Bozayım. Қайсысын астыз? Басыңыз сіз. Так, жақсы, отырыңыз Айдана. Келесі кім? Ал келді Мұхаммед. Қайсы? Так, жақсы. Тағы кім? Кел, Қарақат. Қарақат. Күн беке, ал. Ал қайсысы? Қазір. Сіздер кіміні? Ал. Так, жақсы. Көмекеге бағасын қойып отырыңыз. Тағы кім? Кел. Кедар. Ал келіңіз. Қытырпайын аламыз. Абай қанша да қоям? Жүріп шына бестен қоямыз. Так, жақсы. Тағы кім? Келе қой. Прислав. Ben al gel. Bana gel. Тыныш. Қайсысы келе қой? Қайсы? Бес боламыз. Дұрыс емес қой? Кім? Ал келіңіз. Абай мен шай. Ал, Қарақат. Так, жақсы. Тағы кім? Келе ғой кім? Дария. Дайындалып отырамыз, келесіз бала. Ал. Кім? Кел, Ибрат. Ал, белгілеңіз. Апай камен шай. Так, жақсы. Тағы кім? Кел, Үміт.
Al belgileyik. Come. Al. Taң баларына қарайық та. Taң баларына қарайық та. Так, жақсы. Таңбадан қателеспейміз. Тағы кім шығады? Кел, Аслан. Ал, Аслан. Так, жақсы. Кел, кім? Кел, Данагүл. Тез. Тез шығамыз. Отырамыз. Кел, Рамазан. Қаш, қаш. Так, жақсы, жарайсыз. Кел. Ал. Аха. Дұрыс емес қой. Жақсылап қараймыз. Таңбалардан қателеспейміз. -3 көбейту -2. Жақсы, дұрыс. Ал. Так, жақсы. Дана шыламаймыз. Ал, кеттік. Дұрыс емес пе? Кел, жасайма. Ал, тез, отырыңыз. -6 болса, -20 деген өтіп келіңіз, қайсысы? Так, кел. Ал, белгілейіз. Қайсысы? Берет сашпа. Ya, pas. Қайсыз? Дайындалып тұрамыз. Так, жақсы. Қайсыз? 5. Так, ал, келетеміз. Так, жақсы.
Так, енді келесі тағы да ойынымыз бар. Бұл ойын ат жарысы бәйгеменен. Бірінші топтан біреу шығарамыз. Кім шығады? Кел, жанайым. Шабамайды, қуамайды. Ал жұлдызшаның орнына бір санды қоятын болсаңыз, жауабы шығады дейді. Қанша қоясыз жұлдызшаның орнына? Апай мен қой. Қайсысы? 16,5. Апай мен қой. Жауап дұрыс емес дейді. Так, 15. Так, жақсы. Ал Апай бұл кәм дейді ойын. келесі топтан. Кім келесі топтан? Кел, Ақсу, келіңіз. Екеуінің ұзындығы қанша болады? Қосылсын апай. Иә. Қанша болады? Келесі топтан. Келіңіз. Мына есеп шығаруымыз керек. Аның орнына қоясыз 2,5-ді. Сол кезде жауабы қанша шығады? Есептесеңіз болады да тақтаға шығар. Екеуіңіз бор. Минус 6,3. Қосу 2,5. Тақшаны жазып. Қосу. Тақшаны ашыңыз. 3. Көбейту 2,5. Алу 7,5. Ал шығарыңыз. Алу 7,5. Тақшаны жазып. Ал істейік. Біріншісіне қанша болады? Ал екіншісі. Az айтсақ? Қалай екі болады? Минус 0,2 болады. Минус 0,2. Не болады сонда? Минус 8,8. Минус 8,8. Минус 0,2. Жауапты минус olmak. Жауап қанша болады сонда? Белгілеңіз жауап. Белгілеңіз. Жақсы, отырыңыздар. Енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Кітабымызды ашамыз. Кітабымыздың бетінде 558-ші беттегі бірінші есепті бірінші топ, екінші есеп екінші топ, үшінші есепті үшінші топ тақтаға шығарамыз. Бірінші есепке кім шығады тақтаға? Бірінші есепке кім? Кел, Медина. Тақтаға келіңіз. Екінші топтан кім шығады? Кітапты алып шығамыз. Екінші топтан кім? Кел, Айдана. Үшінші топтан кім? Үшінші топтан. Дарья, келіңіз үшінші топтан. Ал. Ортасынан бөлім сақлап жаза береміз. Минус 8 минус қанша болады? Минус. Жақсы. Кімге бір балл қойыңыз? Жанайымға бір балл қойыңыз. Медина. Қанша болады? Минус 8-ді, şimdi бізге өте қанша болады? 40. Қанша болады? 75-15-ді өте қанша болады?
15'e bölüyorsunuz mu? 75'te 15'e bölüyorsunuz. Ama başka bir reise bak geçsek. Kaça var? Ya. 75 bakalım. 35. Kaça oldu? 35. 35 жақсы. Aydan abi doğru. Енді отауынан бірінші топтан кім шығады, екінші топтан кім шығады, үшінші топтан кім шығады? Екінші аяқта. Бірінші топтан ал келе қойыңыз. Яқ көшіп жата беріңіз. Дәптерге жазып отырамыз. 20 болды. Минус 4-ке бөлмейсіз ба? Мына екеуін алғанда 16 болды ма? 16-ны минус 4-ке бөлсек қанша болады? Көшіріп жазыңыз. 4 көбейту 5. Көбейту 5. Шuna 4 көбейту өтегіз қанша болады? 20. Тең жауабы 20. Жазып қоямыз. Жақсы. Біз екінші топта кім шығады? Екінші топ. Екінші топ кел дейді. Үшінші топтан кім шығады? Үнжу келе ғой үшінші топтан. Ал келін шығады. Екінші топ ажаға жазам, үшінші топ мына жазамыз. Екі бүтін оннан жеті. Kan isteyiniz siz? Al. Kaça oldu? 2 kutundan 4 kutundan 2 kutundan 3 oldu. Tamam. 15 var. 3 Отнестись туда кинь. 3'te 15'e bölüyorsunuz. 3'te 15'e bölüyorsunuz. Kaç oldu? Plus minus bu durumda ne? 4 Sima kaldı. İlk şey yazarız var. Kim oldu sizdeki? Модуль. Здесь так жақсы. Аға қойыңыз. Екінші тобына 2 балдан қоясыз. Ал, сіздікі қалай болды? Сен? Так, мынау 5 бір бүтін болды. Минус қанша болады? Қанша болды жауабы? 8. Модуль ішінде 8 болды да. Y біріңіз 8. Минус 8 болады. Жақсы. Қанша бал болады? 2 бал болады. Так, жақсы. Үнжіге 2 бал қоямыз. Жақсы. Жазып алдық па дәптерге? Енді С тобынан 578-дің бірінші есебін шығарайық. Жалпы топ болды. Кім тақтаға шығады? 578-дің шықпаған адам жақшы. Кім шығады? Кел Нұрмұхамед шығыңызшы. Біріншісін тақтаға шығарайық. Мына жақты көшіріңіз. Ал жазайық. Жазып алып қой дәптерге. Жазыңыз беріңіз. 578-дің біріншісін.
Жазып отырсыз ба? Шақша ішінде көбейтіп алып жазасыз ба? 4 ал 7 қанша жазсаңыз болады? Жеті ақыл. Биоңызда сразу қанша жазсаңыз болады? 4 ал 7 ақыл. Елу алты болады. Бөлу 0,6. Қанша болады? 4 8 18 болады. 4-ке 8. Сіз не шығасыз? Мынау 4. 4-ті 8-ге бөлсеңіз қанша болады? 32. 7-ні 8-ге бөлсеңіз 50. Алты, жақсы. Минус қанша болады? Минус 24 бөлу 0,0. Қанша болады? Минус 24-ті 6-ға бөлсеңіз қанша? Біттіңіз ба? Екіншісін үшті қой, енді минус екі қой. Ал келіңіз тақтаға жазыңыз, бір аржаққа жазыңыз. Тақтаға үшіңіз жазыңыз. Ал екіншісін шығар. Енді минус екіні қоясыз. Жазып алдыңыз ба? Енді Нұрмұхаммед минус екіні қойыңыз. Түсіндіңіз ба? Қай жерде? 4-тің А-ның орнына минус 2-ні қойып шығарасыз. Енді сразу ғана ашып істеңіз болады. 4-та минус 7 қанша болады? Плюс болады ма? Плюс қанша? 14. Жақсы. Бөлу 4,10. Ал 7. Так, жақсы. Так, он жақшадыңыз ба? X-тен 9-ді, минус 9 оға өтін. Жақсы екіншін жасыңыз. Я, 4-ді. Жазып отырмыз ба? Жазыңыз. Жазып алайық. Жазып болдық па? Маған бағалау парағын беріңіздер. Есептей беріңіз. Оны қоясыз. Барлығын. Соңғы есепке 3 баллдан беріңіз.
Бүгін сабақты аяқтау үшін Жүсіпбек Аймауытовтың мына сөзімен қорытындылайын болар. Әуелде қиын көрінген нәрсе қайта-қайта істеле берсе, жүрек оңайланып кетеді. Тіпті көп дағдылансақ, ойланбастан машина тәрізденіп жұмыс істейтін боламыз. Үй тапсырмасы 528 есеп жазып алайық. Қорқытпа. Қорқылап. 520 ал кеңіз. Бағаларымызды қойып кетейін. Жанайым 6 балл, Медина 6 балл, Әсел 7 балл, Ерсайын 10 балл, Диана 6 балл, Еділ 6 балл, Рамазан 6 балл, Серік 6 балл, Данагүл 6 балл. Жақсы. Қалкеңіз. Мына топтан рационал сандар. Кәусар 7 балл, Асланда бүгін баға жоқ. Інжу 8 балл, Гибрат 7 балл, Түлемай Қарақат 7 балл, Дінмұхамедте баға жоқ бүгінге. Мединада 6 балл, Үмітте 6 балл, Дарияда 7 балл. Екінші бүтін сандар тобында Дианада 5 балл, Күнбикеде 5 балл, Ақсұлуда 7 балл, Айданада 7 балл, 8 балл, Нұрдәулетте 6 балл, Нұрмұхамедте 6 балл, Нұрасылда бүгінге баға жоқ, Дидарда 7 балл, Ерзатта 6 балл, Нұрисламда 6 балл. Бүгінгі сабақты аяқтау үшін білім шыңы әдісімен қорытындаймыз балалар. Мен қарап отырсаңыздар, мұнда жерде 3 тұр. Яғни, егер сабақты өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды десеңіздер, жақсы түстен астына жаздырасыздар. Ал егер мен сабақты жақсы түсіндім десеңіздер, сары түспен, ал тақырып бойынша әлі де ізденуім қажет десеңіздер, мына қызыл түсті тақтаға жабыстырып шығамыз. Ал таратып шығыңыз. Ал кім қайсысын белгілейді? Жоқ, барлығын еңбегілеу керек емес пе? Сары бар егер. Бөліп алыңыздар да. Тақтаға жабыстырып шығамыз. Ал сары. Ал тақтаға жабыстыра береміз қалғандарымыз. Тұрмаймыз. Жазбайсыздар. Жазып кете бересіздер. Артынан жазып кете бересіздер. Қандай болғанын көресіздер. Жақсы ма? Саған? Жұмысты жаздырыңыздар. Ал сабақ қызықты болды ма балалар? Жақсы. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.